Бұл бағдарда кітаптың рухы сақланған болып, дүнияны өзгертуші мұхаддес кітаптағы уақиялар апойластырылып көрсетілген. Мұхаддес кітаптың алдыңғы бөлімдерінде ұлы қаһарманлар Құдайға деген сеніміменен Яһуда халқын басқарды. Нұх жердегі су тасқынынан тіршілікті сақлап қалды. Құдай мені ескертті һәм осы кемені соғуымды бұйырды. Ибраим Құдай халқының әкесі болды. Ибраим Муса өз халқын Мысырдағы құлдықтан азат етті. Құдайым! Артымнан жүріңдер! Сонан кейін ол халыққа Құдайдың низамын алып келді. Жаратқан ием біздерді уәде етілген жерге таярлау үшін біздерге жаңа низам берді. Ұлы патша Дауд Израиль халқын бірлестірді. Израиль үшін! Һәм Иерусалим қаласын жеңіп алды. Атрапында ұлы патшалықлар жайласқан болып, тірі қалу үшін олар әрдайым күресу керек еді. Сонан кейін уәде етілген жерді Рим иелеп алды. Адамлар Даудтай құтқарушы патшаны күтті. Олар шомылдырушы Яхияны сол деп сенді. Сен тазаланғаныңдай, бүткіл Израиль солай тазаланады. Халық сол диуана Яхияға қарап ағып бармақта. Адамлар оны пайғамбар деп есептейді. Мен шөл далада Құдайға жол таярлау үшін бақырған дауыспан. Мені шомылдыр. Ол хақиқатлық һәм әділдіктің жаңа эрасын алып келеді. Оның билігі һәммеге жаңа дүния береді. Һәмме адамларға. Иса өзінің ізінен еру үшін һәмме нәрсесін қалдыратұғын шәкіртлерді жинап баслады. Петр, жүр меніңменен. Балық аулауды қалдыр. Мен сені адам аулаушы қыламан. Енді оларды адамлар басқаша ойлауға қорқатұғын парисейлер менен. Маған насыралы жас пайғамбар Иса хақында хабар берді. Һәм бұған шыдай алмайтұғын римлілер менен дусласу күтетұғын еді. Хүкімдарлар, сіздер үшін не істеп атқан түсінетін уақытыңыз әлі қашан келді? Біздер не қыламыз? Дүнияны өзгертеміз. Мұхаддес кітап. Галила. Галила ауылларына бұрылыс уақыты келді. Каяфа. Айтулары бойынша бұл Иса өліні тірілтіпті. Не? Құтқарылу байрамы күні ол Иерусалимге келеді. Яқ. Ал егер ол ізіне мыңлаған адамларды алып келсе не? Олсыз да қаламызда байрамға келген адамлар көп. Никодим, сен хақсаң. Римлілер біздерге кесен тетіп атырыпты. Бұл өзін атағын шығарып жүрген жалған караматшыға құтқарылу байрамын бұзуына жол қоймаңлар. Пилат бұны біле ме? Мұхаддес кітаптың кейінгі бөлімдерінде. Ол қазір қай жерде? Жаңа ғана жас күрреде кіріп келді. Қожайын, сол Яхуди ибадатханада шауқым көтерді. Ол не деп айтты десең? Ибадатханадан тас үстінде таста қалмайды деді. Ибадатхананы бұз, һәм мен оны 3 күннің ішінде қайта тіклеймін. Егер бүгінгідей тәртіпсіздіктер қайталанса, мен ибадатхананы жауаман. Ешқандай құтқарылу байрам болмайды. Мен комендантлық уақытын қояман. Мен сізге анық һәм толық жеткізіп бере алдым ба? Сізлердің тек жалғыз әкеңіз бар. Ол аспанда. Сізлердің жалғыз ұстазыңыз бар. Ол Масих. Мына Исаның қасындағы адам. Ол біздерге жәрдем бермекші. Ол біздерге пайда келтіруі мүмкін. Яһуда. Сізлер оннан не қалайсыз? Тек қана сөйлесіп алғым келеді. Бірақ адам ұлының жер бетінде күнәларды Сатқын. Ұслаңлар. Иса, қаш.
Біздердің Исамызды ұслап алды. Кеште Егер оның өзі хақындағы айтқанлар рас болса не? Енді тек қана бір шешім бар. Өлім жазасына тартылады.